Мен қазір Ықсанов атындағы политехникалық колледждің алдында тұрмын. Ерекше мамандық иелері бағдарламасының бүгінгі шығарылымында дәнекерлеуші мамандығының артықшылықтары туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алдымен дәнекерлеуші маманның кейпінде оның атқаратын жұмысын жасап көрейік. Ол үшін арнайы киімдерін кию өте маңызды. Темір мен темірді жалғап, саңылаусыз дәнекерлеу өте ықтияттылықты қажет етеді екен. Шеберханада колледждің өндірістік оқыту шебері Батырбек Жұмахметұлы өзінің студенттеріне тәжірибелік сағатын өткізіп жатыр екен. Бірнеше сұрақтарымыз бар өзіңізге. Батырбек Жұмахметұлы, өзіңіз білесіз, биылғы жылы мемлекет басшысы жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Осыған орай дәнекерлеуші мамандықтар үшін қандай мүмкіндіктер қарастырылып отыр? Жалпы енді елбасымыз биыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады ғой. Бойынша бұл кәсіптік білім саласына үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Жалпы кешегі осы жаңағы елбасымыздың жариялаған жолдауына байланысты біздің колледжімізде де бірқатар жаңағы жабдықтар алынып жатыр. Осы жұмысшы мамандықтар жылына байланысты. Оның бірі мына бізде 3 құзыреттілік бойынша біреуі автослесарь, біреуі осы дәнекерлеу мамандығы, сосын жаңағы автокран дейді ғой. Сол мамандықтар бойынша. Жалпы енді өзіміздің мамандыққа келсек, біз мысалы кеше міне мынау колледждің атауы да IT технологиялық колледж болып өзгеріп жатыр. Соған байланысты мынау заман талабына сай жартылай компьютерленген жаңағы 3D-мен жұмыс істейтін аппараттарменен жаңағы пісіру аппараттарымен кесу жабдықтарына тапсырыс беріп жатырмыз. Оның біреуі лазермен пісіру аппараты. Бұның жаңағы ерекшелігі басқа нелерге қарағанда мынау жаңа бастап жатқан балдарға, сосын жаңағы мынау дәнекерлеу жөнінде ешқандай білімі, ілімі жоқ кісілерге жұмыс жасауға қолайлы, тиімді десем де болады. Өзінің ішінде бағдарламасы бәрі орнатылған. Соның бағдарламасын, жаңа параметрлерін қоясты, дәнекерлеу жұмыстарын жасай берсін. Жалпы негізі дәнекерлеу жұмысы бұл қызықты да қиын мамандықтардың бірі болып келеді. Биылғы оқу жылында қанша дәнекерлеуші маман колледжді аяқтамақ? Биылғы оқу жылында бізден 2 топ аяқтап шығады, 25 баладан. 50 баладай аяқтап шығады. Біздің өзіміздің әлеуметтік серіктестеріміз бар. Қызылордада Хан жеке кәсіпкер Тойман Айбархан деген жігітте Сорада балдар машықтанудан өтеді. Жалпы 3-ші курстың балдары Сорада қазіргі таңда машықтанудан өтіп жатыр. Осы мына бізде цехта ішінде жаңағы машықтанудың алдыңғы сатысы десек те болады. Осы арада балдар электродты қалай пайдалану керек, металды бір-біріне қалай қосу керек, осы арадан үйреніп барып, сонан кейін жаңағы әлеуметтік серіктес мекемемізге барып, содан арғы несін жалғастырады. Білімін жалғастырады. Дәнекерлеуші маман білу керек негізгі қағидалар қандай? Металдың қасиетін білу керек. Металдың өзі тығыздық, беріктік, жаңағы серпімділік деген қасиеттер болады. Солардың барлығын білу керек. Және де кез келген уақытта бізде енді в основном есеп қой. Есеп, сосын жаңағы расчет, солардың барлығын тех карталармен, нелермен жақсы жұмыс істей алу керек. Нарықта бұл мамандыққа сұраныс бар ма? Сұраныс өте жоғары десем де болады. Жалпы мысалы мынау қазіргі таңда бізде де мына Қостанай облыстарында машина құрастырылып жатыр. Көліктер, былайша айтқанда. Сол көлікте де болсын, құрылыста болсын, жаңағы кеме құрылысында болсын, барлық жерлерде бұл дәнекерлеу мамандығы жүреді. Даже мына медицинада дантист деген мамандық бар ғой. Соның өзінде де жаңағы осы дәнекерлеу несі жүреді. Дәнекерлеу жұмыстары жүреді. Жалпы енді айтып отырмын ғой жаңағы сұраныстың нарықта жоғарылығы мынадай. Бізде менің 3-4 шәкіртім қазір шетелде жұмыс жасап жатыр, Францияда. Селман Самал деген оқушым, сосын Жантөре деген тағы бір оқушыларым бар. Олардың бәрі сол мынау нарықтың сұранысына байланысты қазіргі таңда Францияда мынау судостроение дейді ғой, сол жақта жұмыс жасап жатыр. Дәнекерлеушінің ең жоғары табысы қандай болып жатыр қазір? Енді бізде ондай қатты жоғары демеймін, 300 мың, 400 мың көлемінде, бірақ енді жаңа сырттағылар миллионның үстінде табамыз деп, сол сыртқа шығып кетіп жатыр. Жалпы сұраныс өте жоғары десем де болады. Рахмет.
Мына жақта сіздің шәкірттеріңіз тұр екен, олардың да айтары бар шығар. Мирас, сені дәнекерлеуші мамандығы несімен қызықтырды? Маған дәнекерлеуші мамандығы металдармен жұмыс жасаған және де оқу орындары, бұның жоғары оқу орындары бар, соларды алдағы уақытта жалғастырғым келеді. Болашағыңды қалай елестетесің? Болашағы бар мамандық және мен жұмыссыз қалмаймын деп уайымдамаймын бұл жұмыстан. Көптеген сұранысқа ие мамандық болғандықтан осыны таңдадым. Тіршілік бар жерде дәнекерлеуші мамандығына деген сұраныс тоқтамайды. Егер балаңыз осы саланы таңдайтын болса, оның қалауымен санасқаныңыз абзал.